екінші спикерімізге көшейік. Екінші спикеріміз сахнаға шақырайық. Ол Сануржан Сүлеймен, халықаралық театр және кино актері, музыкалық продюсерлік пен клиптерді түсірумен және сценарий жазумен айналысады. Және қысқаша айтпай жақын арада өзінің әндерін шығару жоспары бар. Сануржан. Рахмет, Әйгерім. Осылай ешкім жария алмайған менде. Өмірімде бірінші рет осылай қазақи интеллигенцияның арасында тұрмын. Рахмет, үлкен қошемет. Біздің ұйымдастырушыларға. Әйгерімге үлкен рахмет. Негізі актер сахнада біреуден жазылған сценарийді, біреуден жазылған тексті емес, сөз ойын айту деген сирек кездесетін нәрсе. Сонысымен біз саясаткерлермен ұқсаспыз. Деген онша емес та, онша емес. Қалжың болады деп ойлағам. Болмай қалды. Менің атым Сануржан, 25 жастамын, актер болып келемін. Осы жаққа келу себебім мен жақтан ол көрерменіме ашылайын деген ниетпен. Менің киноларымызды көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба белгісіз, көрмегенде шығарсыз. Бірақ киноиндустрияда жүргеніме 15 жылдай болып қалды. 10 жасымнан бастап Аңшы бала деген кино болды. Аңшы бала. Қазақ, міне, кішкентай балалар көрген сияқты. Кішкентай бала болып 10 жасымнан бастап бірінші қадам жасадым, профессионалды. Аңшы баладан бастап, соңғы түсіп шыққан жобам, ол Түркияда шыққан Мевляна Руми деген сериал. Мевляна Руми деген сопылық философ туралы, ол жақта Сөктай деген моңғолдың рөлін ойнадым. Қазақ-моңғол бір туған. Кино мені, жалпы қазақтың киносы, индустриясы мені тәрбиеледі деп айтсақ болады. 10 жасымнан бастап жүрмін. Элизабет Күблер-Росстың қабылдауы 5 кезеңінен өттім. Бірталай нәрсе көрдік, өстік, бірталай адамдармен қарым-қатынаста болдық, жұмыс істедік, тек қана Қазақстанда емес, шетелде де. Сол кинода өсе келе мен өзім түскен жобаларда адамдардың реакциясына қарадым. Даларға шығасың, бір сериалға түсесің, далаға шығасың, келеді. Мынау бала емессің бе деп. Сол реакцияларға қарап, біздің халқымыз сол кезде барынан әлдеқайда сапалы контентке лайықты және сол сапалы контентке аш екенін түсіндім. Халқым қандай ақ көңіл, бір кішігірім көңіл бөлсең, ризашылығын аямайтын сана сезімі әдемі халық деген көзқарасым қалыптасты. Мұқағали Мақатаевтың алғашқы бақытын сол бала кезде шын мәнінде сездім. Әртүрлі жобаларға түсіп, бір жерде тұрып қалғанымды сездім. Индустрия мені қолдануда деген сезім пайда болды. Жұмыс істейсің, сосын арт жаққа қарайсың да, бір кезеңде индустрияда жүргеніме 10 шақты жыл болды. 10 шақты жылдың ішінде не істедің? Анаңа үй салып бердің ба, қоғамға бір нәрсе бердің ба, сол сенің іс-әрекеттердің мағынасы неде деген сұрақтар пайда болды. Ол уақытта ең беделді режиссерлермен жұмыс істеп, театрда да рөл сомдап шығып үлгердім. Ары қарай өскім келді. Жасым 20-да. Не істеймін дедім де, қызық хикая, мен үйде отырдым, бір нәрсе істеу керек деп. Сөйтіп, белгілерге сенетін болғаннан соң, маған бір notification келді. Скидки на авиаперелеты в Москву. Сол жеңілдікке қарап, билет алдым да, Мәскеуге ұшып кеттім. Өзімді сол жерде сынайын деп, кішкене актер ретінде шеберлігім бар болса, мен басқа елде де өзімді қоя алам деген ой болды. Содан кейін мен Ресейде де, Украинада сапарлармен, Молдавияларда да, Түркменстанда да болдым, Америкада да өмір сүрдім, Түркияда да бір проект бітірдім. Осы 20 жасымнан бастап. Шетелдіктердің болмысы мен жұмыстарын көріп, біраз нәрсе үйрендім, біраз нәрсеге көзім жетті. Өз отанымнан
алыс болған кезде өзіңнің өзі танудың маңыздылығын терең түсінеді екенсің. Және өзіңнің кім екеніңе айдентик кодың қандай деген сұрақтарға жаның жауап табуды қалайды. Біз Қазақстанда жүріп өзіміз қазақ екенімізді аса қатты сезінбейміз, өйткені барлығы қазақ. Ана жақта жүргені, басқа елде жүргеннен соң мен бөлек екенмін ғой. Сонда мен кіммін? Менің кодым қандай? Мен кодымды білмесем, нағыз айдентик кім екенімді білмесем, мен әлемге не бере аламын? Менің изюминкам неде? Деген сұрақтар көп пайда болды. Сол саяхат сапарларда ана тілімді сағына бастадым. Шетелде ұзақ жүріп, өз мәдениет пен тілге сыртынан тереңірек үңілуге тырыстым. Контент іздеп, кітап іздеп. Біздің тіліміз әдемі және терең. Өмір сезінудің жаңа қыр-сырларын сыйлай алатын және үйренуді, әдемілігін түсінуді талап ретінде қажет ететінін түсіндім. Әлі күнге дейін ана тілімді зерттеудемін. Өйткені тілде менің көп сұрақтарға жауаптарды таба алатынын түсініп, өзімнің мәдени кодым сол жақта екенін білдім. Тіл мен мәдени кодтың байланысы туралы Олжас Сүлейменов ағамыз көп жазды. Сол Америкада жүргенде де сол кісінің бір интервьюларын тыңдап, көп нәрселер біліп бастадым. Сол тіл екінші бақытыма солай келдім. Елдерді аралап қайтып оралғанда толығымен өзімді қабылдау кезеңіне келдім. Ол сезімді тұлға ретінде қалыптасуымның бір бөлігі шығар деп таптым. Сол қабылдау арқасында біздің жеріміз өсу, старт үшін және эффективті өмір сүру үшін, тарихта қалып көптеген адамдарға пайдалы болу үшін өте жемісті деп сенімді түрде айта аламын қазіргі уақытта. Біздің әлемдік нарықта әртүрлі аспектілерде, қазір кино жайында айтамыз, үлкен перспективамыз бар. Бірақ онымен қатар бірнеше нюанс та байқалуда. Бірінші нюанс, талантты жастардың көптігіне қарамастан, бұл сала, яғни кино, әлде нақты индустрия ретінде қалыптаспаған. Үлкен прогресске қарамастан, кино әлі де кіші нарықтық эфемерлік деңгейде. Не үшін деген сұрақтарға жауап іздедім. Идеология деген нәрсеге тіреді. Идеология жалпы негізінен қалыптаспағаннан соң, идеология кинода да болыңғыр. Мысалы, қазақи идеология дейтін кино ең бірінші не ойға келеді? Батырлардың кино келеді. Ежелгі батырлардың тарихы қазіргі жастарға алыс жоғары бюджеттік театр қойылымдарына ұқсас кино сияқты көрінеді. Мақтанудан басқа не береді осы кинолар? Ұлттық мақтануды алып тастасақ, мәдени сапа жағынан не бере алады деген сұрақ пайда болады. Ол кинолардың керектігі емес, ол сценарий, хикаялар сапасы жақсарту екен деген ой, керек екен деген ой. Өйткені ол біздің ата-бабаларымыздың алдындағы жауапкершілігіміз. Ол кинолар нақты тұлғалар емес, жалпы ежелгі уақыт туралы екені анық көрінеді. Сол үшін жастарда да резонация болмауы мүмкін. Мысалы, жастар көреді, өзімен сәйкес келе алмайды. Мен мына кісі емеспін ғой, мына кісі түсінбейтін бір әдеби тілмен сөйлейді екен, кішкене ауыр болады да, резонировать ету. Ол мәселе мен үшін. Жас адам біріншіден тұлға, сосын идея. Сол үшін идея ретінде тұлғамен жұмыс жасау керек. Бірақ сол әдемі жеткізілген идея тұлғаларды біріктіре алады. Осыған қайта ораламын. Бұл тарихи кинолар. Сосын бізде кино коммерциялық бар. Коммерциялық кино болса, онда ол басқа елдердің идеологиясына ұқсас қылып жасатылады. Ол жақта ұлттық коды бар, халықпен байланыс мүлде сезілмеуі де мүмкін. Өйткені формасы бізге тыс. Нені білдіреді? Біз Японияға қарайтын болсақ, Кореяға қарайтын болсақ, Кореяда қазір формалары, сценарный ходтар дейміз ғой, структуралары мүлдем басқаша. Олар өзінің тарихына негізделген. Біздікілер көбінесе коммерциялық үлкен кино жасайын десе, сол америкалық көбінесе драматургияға, структуралық, үш кезеңді структураға біздің кейіпкерлерімізді енгізе салады. Ол да дұрыс емес. Жоғалтып алдым, қазір тамам. Кәдімгідей дайындалған мен кеше. Анық жайт, осы мәселелер бөлек адамдар немесе тіпті топтар қоғамға ең тиімді түрде әсер ете алмайды. Бірақ
киногерлер арасында ондай адамдар бірталай өзгерткісі келетін. Олар өз локалды тілін іздеп тауып жүрген киногерлер. Жастардың арасында олар көп. Өзгеріс дейтініміз ол сол өзгерістің барлық мүшелеріне байланысты. Киногерлер болсын, халық болсын, көрермен болсын, мәдениетті дамытумен айналысатын билік те бар ішінде. Нақты халықтың идеологияның болуы ол адамның мотивтермен ынталандырудың, яғни ниет стимулдарының болуын білдіреді. Онсыз даму перспективасы жоқ. Бірақ қазір жағдай жақсаруда. Мәселе сезіліп, ұлттық айдентика трендке айналған өте қуантатын жайт. Кем дегенде 5 жыл бұрын мүлдем басқаша болған. Қазір ауада тіпті жап-жас кәмелетке толмағанда балалардың еліміздің дамуына қатысу сезімдер бар екенін сезілуде. Ол қалай көрінеді? Міне ұлттық киімдер киіп бастады жастар. Қазақи өлеңдер трендке айланып бастады. Жастар, мысалы, мен таныстардың арасында көп қазақ тілін аса қатты білмейтін, бірақ олар тырысып жүр. Үйренеміз деп, міне Диас пен Әйгерімде бастап жатқан нәрсе мен үшін өте үлгі тұтарлық жайт. Халық, киногерлер мен биліктің диалогы реттелуде. Фильмге бөлінген бюджеттер қазіргі уақытта көрініп бастады. Бұрынғыдан қарағанда. Бұрын бірталай қырғын ақша тығып бюджеттен киноға саламыз деп, оның бәрі біз нені көретін едіміз? Бір 3 жылдың ішінде бір 1000 баланы көреміз де, сосын қазақтың киносы бар екен ғой деп жүре береміз. Қалған кинолар, мысалы, қазақ фильм полкаларында жата беретін еді. Қазір жағдай басқаша. Фильмге бөлінген бюджеттер көрініп бастады. Көптеген жеке кинопродакшндар пайда болды. Мемлекетке, бюджеттерге байланысты емес, өзі бизнес ретінде ашып жасап жүрген продакшндар. 22-ші жылы үлгілі жылы деп саналады. Неге? Өйткені 58-ге жуық толық метражды картиналар шықты. Ол елдің сүйіспеншілігіне болған веб-сериалдардан бөлек, қысқа метражды кинолардан бөлек, интернет жобалардан бөлек, тек қана толық метражды кинолар. Айтпақшы, саяси технологтар қазір әлеуметтік медиа, әндер және басқа да интернет жобалар арқылы өз идеяларын таратуды эффективті қолданып жатыр. Олардың көбісі біз мемлекеттік тапсырыс екенін түсінбей қалуымыз да мүмкін, бірақ бұл дұрыс мемлекеттік тапсырыс ақпаратты миға андай итермелемей, қызықтыру арқылы біз маңызды нәрселерді адамдарға таратуда. Мен үшін ол жақсы жайт. Олар да өз жағынан үйренуде, диалогта өзінің кім екенін жасап. Сол мәдени тәрбие де сондай болу керек деп ойлаймын. Интермелеу бұйрықпен, ашық формаларымен емес, қызықтыру арқылы ой тарата алатын. Мүмкін интернет тегін, ал киноға барып билет үшін төлеу керек. Көрерменге оны қолдау қиынырақ. Бізде негізінен жалпы алғанда, мысалы, ауылдарда нелерде жүресің ғой, таксистермен сөйлесесің. Олар айтады, ана кино бар емес пе, ана кино шықты ма, шықпады ма? Айтасың, шықты, міне киноға барып көріңіз. Жоқ, интернеттен қарай салам, шығады ғой. Соның бәрі андай интернеттен көре салғысы келеді. Бірақ мүмкін ол басқа мәселе шығар, экономикалық мәселе шығар. Олар адамдар көбінесе өзінің интертейментқа ақша бөлу мәдениеті әлі қалыптаспағанда шығар. Ол басқа мәселе. Бірақ қысқаша айтқанда, индустрия жоғы, ол идеологияның жоғы. Өйткені бір идеямен біріктірілген жеке тұлғалар бір тарапта әрекет етсе, сол кезде ғана индустрияның пайда болуы болады. Ол, бірінші нюанс. Екінші нюанс, кез келген продюсерлік киноның проблемасы продюсердің көрерменмен бір түрлі қарым-қатынаста болады. Авторлық кинолар бар. Авторлық кинолар. Білесіз бе, андай Ермек Тұрсынов ағамыз бен Нұрлан Қоянбаев ағамыздың бір батылы болған бір кездерде. Естеріңізде жоқ па? Бір-біріне кәдімгідей сөз айтып тастаған. Андай шет жағынан қарап бір түрлі болғанбыз. Сол кезде Нұрлан Қоянбаев ағамыз айтқан, үлкен ағалар түсініксіз бір кинолар түсіріп тастайды дейді. Бір қойды 15 минут түсіреді, сосын қарап отырамыз соған, соны кино деп атайды, халық оны көрмейді. Біз кино түсіреміз, біз кино түсіріп жүрген, халыққа кино түсіріп жүргеніміз, оларға ұнамайды. Вот тура примерно сондай 15 минуттық бір кадрлық кинолар авторлық кино деп айтайды. Авторлық кинода олар көрерменге қиын формалар
құрып көрерменді жүктеп тастайды. Түсінбесең мәселе өзіңде дегендей бір созындай сезімде қалады көрермен. Коммерциялық кино бар. Коммерциялық кинода көрерменге деген көзқарас тым тұтынушылық, яғни потребительский болуы мүмкін. Көрермендердің информациялық жалғыздығын пайдаланып, ақша табуға тырысып, олар киноның нашар сапасында сатып жүрді. Информациялық жалғыздық, ақпараттық жалғыздық деген қазір қайта оралған. Содан киноның үшінші түрі бокс-офистан ақша аса қатты жинамаса да, бірақ көрерменнің сүйіспеншілігін тапқан жақсы сапасы бар массалық кино түрі, ол халық киносы бар. Ол киносыншылар қауымдастығының арқасында түсінік ретінде жақында ғана енгізілген. Мұндай фильмнің касса жинамаса да, оның жинамау себептері туралы ұзақ уақыт айтуға болады. Мүмкін маркетингтің жеткіліксіздігі, немесе көрерменнің отандық киноға деген сенімсіздігі болуы мүмкін. Мен көбінесе екіншісіне бет бұрамын. Өте жақсы кейс халықтың киносында, сапалы қылып жасаған, халықта барған, ол кассалық successқа келген, дүркіреген кәдімгідей Досмұқасан киносы. Досмұқасан киносы сол жағынан барлық халықтың да тілінде сөйлейді, сапалы да жасалған. Сондай киноға прецедент болды мен үшін. Осылай да жасауға болады, ол неге жасамай жүрді. Сол үшін сіздерден сұрайтыным, өтінішім, жақсы киноны, қазақ киноны біліп, кейбір нашар сапасы, айтпай қойын, нақты жаман сапалы киноларға бармай, жақсы киноға барып жүргеніңізді сұраймын. Сондай бір өтінішім бар. Біз жақтан кино жасап жүрген мамандың атынан айтсам, бізден көрермен туралы ойлау, қамқорлық жасау және оның тілін білуіміз қажет екенін анық түсінемін. Кез келген фильмдер мен телешоуларға түсіп жүріп, бұрында отандық киноиндустрияда өсіп келе жатқан бала ретінде мен соны көп ойладым. Өйткені жиі көрген емеспін сол идеяны. Кей кезде түсірілім алаңына келесің, бала болып, мотивация алып, қазір мен бір нәрсе істеймін, халыққа бір нәрсе көрсетеміз деп. Көбінесе атмосфераға қарайсың да, ойланасың ба, мына кісілердің бәрі режиссерға дейін де кейбір проекттерде. Мына кісілердің бәрі ақша үшін жүр ғой мына жерде, ол идеясы жоқ қой мына жерде. Соны жүресің, жүгіріп, қарап, өкініп бастадым уақытымен. Ондай проекттер көбейіп бастады өмірімде, жасөспірім кезімде. Көзқарасы жеңіл, брат, былай істей салайықшы, былай үйтіп істей салайықшы, бізде бюджет жоқ деп, ең бастапқы бюджеттен ақша тапқысы келіп, соңғы тұтынушы, яғни көрермен туралы мүлдем ойламайтын проекттер пайда болды. Сол проекттерде жай ғана орындаушы болу ыңғайсыз бола бастады. Жасым ол кезде 16-17-лерде. Мен өзім сенуімше, субъективті түрде, жауапты көзқарас дегенім биік конкурентті деңгейде әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті болуға дайын ұрпақтарды тәрбиелеуді білдіреді. Халю бағдарламасы бар, Кореяға оралатын болсақ. Халю бағдарламасы 90-шы жылдардан бастап қырғын ақшаларды сол бағдарламаға енгізген. Оның ішінде толық мәдениетті шетелге тарату, оның артынан экономиканы да көтеру. Қазір біздің Алматыда да кореялық кафелер көп, музыка тыңдайтын адамдар көп, әлем бойынша. Сериал мен киноларды дүркіреп жүр. Онымен қатар бізге жақын ислам әлемдегі модернланған елдің имиджі бар. Гипертрофияланған махаббат және ұлы Османлы идеяларына қоймай жобалар түсіріп жүрген Түркияның мысалы бар. Олардың әлемге деген ислам мемлекеттеріне ықпалы өте биік екенін көрудеміз. Қазіргі уақытта біздің арамызда да түрік сериалдарын жақсы көретін адамдар бірталай. Біздің мемлекет ата-ана ретінде қарайтын болсақ, оның назарына бала, халық, яғни лайық болғысы келіп жүр. Маған бірдеңе берші, мен қалай өсуім керек, қай жаққа қарауым керек, мен кіммін деген сұрақты ұялып сұрай алмай жүрген сияқты әлі күнге дейін.
Әзірше мемлекет идеологиялық тетіктердің күшін сол деңгейде бағаламай жүр. Оның ішінде кино да бар. Осы сәтте адамдар сұранысын басқа кинолардан көңіл іздеп орын табады. Ақшасын басқа елдің киноларға төлейді және кинотеатрға шет елдің әлемі туралы идеяны көруге болады. Орыс тілінде. Өйткені орыс тілінде ғана бюджеті жоғары және жұртпен байланыс іздеп қызықтырғысы келетін әлемдік кино көрсетіледі. Сол жерден орыс тілді кинокөрерменнің статистикасы үлкен болып көрінеді. Бірақ біздің қазақи кинолардың халықтың назарын аударған, сүйіспеншілігін тапқан кинолар ол түсінікті жойды. Қазіргі ең үлкен показатель. Ең үлкен кассалық кинолар Қазақстанда, олар қазақ тілінде. Соларға мақтан тұтуымыз керек. Біздің көрермен соған дайын, яғни. Бірақ мәселе бар. Мен әлі бітпедім. Мені тоқтатпаңдар. Мен қазір бітірем. Бірақ орыс тілінде кино көргісі келмейтін адамдар немесе орыс тілін үйренуге тырысып жүреді, немесе америкалық супергеройлардың не айтып жүргенін түсіну үшін, немесе көбінесе сапасыз комедиялармен бетпе-бет қалады. Кейде көрерменнің ақпараттық жалғыздығын пайдаланып қорқынышты сападағы киноны көреді. Сол ақпараттық жалғыздық деген сол. Қазақ тілінде контент көп емес, қазақ тілді адам мысалы киноға келеді, қарайды, кинода не бар екен көреді. Міне голливудтық кино бар, бірақ ол үшін орысша көруге оны. Немесе субтитрларды оқу керек. Кей кезде андай түсініксіз субтитрлер. Немесе қазақи кино көрем десе, авторлық кино мен комедиялар көп болады. Комедиялар олардың көрерменнің арқасында ақша жинағысы келеді, сапасы өте төмен деңгейдегі бір мәдениетке жатпайтын киноларды да болуы мүмкін. Мен соңғы кезде бір проект көргем, бір кино көргем. Шығам десем, предпоказ болды, продюсерлер отыр, кішкене ыңғайсыздан болды, бірақ соңына дейін көріп әдейі қиналдым. Осындай киноны мен халқым көрмесе екен ғой деген ой келеді. Немесе авторлық кино. Авторлық кино адамдар келеді, андай не түсірді, не туралы түсірді, мен қалай, мен өзіме не алдым деген біртүрлі сұрақтармен одан сайын жүктеліп қалады. Бұл ақпараттық мәдени өрісте көрерменге оңай емес. Ол таңдау алдында тұру керек. Олар информациялық қантқа толы фильмдерге барады, сол комедиялар болсын, өз тілін, немесе орыс тілін үйрену керек, немесе тәуекелге барып сол ауыр фильмдерді көреді. Сол арқылы ауыр фильмдерді көріп, шығып, олар отандық киноға деген сенімсіздіктер пайда болады. Өзінің осы структурада көрермен, киногерлер, продюсерлер осы структурада өзіңнің көрермен ретінде қажеттілігі мен сенімсіздік туралы өз түсініктерін растайды. Сол үшін дисбаланс. Мен өзім үшін көрерменнің көңілін эксплуатациялау, тек белгілі адам болу, фейм іздеу және өзімнің медиа эгом үшін жобаларға түсу менің позициям емес деп шештім. Оны мен не істеймін деген сұрақтарға жауап іздедім. Бірақ халықпен бір тілі бар және мағынасы бар сценарий қазіргі кинода өте сирек кездеседі. Оған қарамастан сол кезде отбасының имиджі мен қаржыға жауапкершілік алған жасөспірім ретінде өзім үшін қиын шешім қабылдадым. Өз ниетіммен сәйкес емес проекттерден бас тарту. Идея беру мүмкіндігі сезілмейтін кино телехикаяларда шабыттандыра алмасам, өзімнің адамның ой санасына жарық беріп, өзекті және дұрыс мағыналы ойдың дәнін сала алмасам, не үшін осының бәрі деп жоқ деп айтуды үйрендім. Ары қарай тыныштық болды. Жобалар арасында үйренішкісіз біртүрлі ұзақ уақыт пайда болды. Сол ұзақ уақыт бойы өзімнің қажетсіздік пен мағынасыздық сездім. Тура сол көрермен сияқты киноға келген. Арасында үйге нан әкелу үшін өз позициямды сатуға неше түрлі азғырулар пайда болды. Ломка болды. Де Нироның айтуы бойынша актер болудың ең қиын жағы ол күтіп отыру. Бірақ бұл менің таңдаған жолым үшін жауапкершілігімнің бір бөлігі. Актер болу мен үшін экранға шығып сценарист жазған тексті оқу дегенді білдірмейді. Мен үшін актер болу ол алыс ауылдағы баламен теледидар, смартфон немесе ноутбук экранынан сөйлесе білу.
Ал оның ата-анасы жұмыста оған қаржылық тыныштық беруге тырысқан кезде оны шабыттандырып, іс-әрекетке өсуге итермелеу мүмкіндігіне ие болу. Өйткені ол менің бала шағымда да солай жұмыс істеді. Мектептен кейін кешкі ас ішіп отырып, дамуға және жеңіске жетуге деген ұмтылыс беретін кейіпкерлер, яғни рөлдік модельдер болғым келеді деп түсіндім. Сол кино маған эмоциялар беру арқылы адамдардың санасына әсер ету мүмкіндігі үшін жауапкершілікті үйретті. Рөлдік модель болғым келеді деп өзіме өсіп келе жатқанда, өсу маңызын ізденуде тұрақтылған түсінік таптым. Еркек дегенім, ересек, adult дегеніміз ол өзіне және де өз шешімдерінің артында барлық сюжеттік өзгерістерге жауапкершілік ала алатын адам. Бұл туралы, рөлдік модель туралы бір сөз бар. Бүкіл әлем театр және біз барлығымыз соның ішінде актермыз деген. Бұл тұрғыда қарайтын болсақ, актер болсақ барлығымыз, бәріміз жақында жүрген немесе әлеуметтік желідегі адамдардың көңіл күйі мен санасына әсер етуге күшіміз бар деген сөз. Сонымен түпкі ой ниетім, біз әсер ете алатын адамдар үшін жауапкершілікті алайықшы. Өйткені біз өмір сүріп жатқан осы тарихи кезеңде мықты болуымыз қажет. Ал ақпараттық және көңіл толқындарының әсерінде үлкен күш бар. Ал үлкен күш ол үлкен жауапкершілік. Спайдерменнің ағасы айтқандай. Осы күшті бір-бірімізге қамқорлық жасау және сүйіспеншілікті, махаббатты тарату үшін қолданайық. Кім болғанымыз маңызды емес. Киногер болсын, саясаткерлер болсын, мұғалім болсын, офиста жұмыс істейтін адам болсын. Біз барлығымыз маңыздымыз. Міне осындай ой, спич өз мәресіне жетіп қалды. Соңында менің өсуім осы қазір осындай форумда сіздермен ой бөлісуге мүмкіндігі бар адам кейпіне алып келді. Соған шүкір етем. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен кішігірім тарихымен және өзінің рефлексиясымен Сануржан Сүлеймен. Рахмет. Көп рахмет. Достар, барлықтарыңыз толық кино жайлы ақпарат бергеніңіз үшін көп рахмет. Жақсы жаңа жаңалықтарды естідіңіздер деп ойлаймын. Уақыттың тығыздығына байланысты бір сұрақ қойсақ болады. Міне ең бірінші көтерді. Мына жерде, окей. Қайырлы кеш, қайырлы күн. Өте бір дамуға үлесін қосып жатқандарыңыз алғысым шексіз, организаторлар. Өте жақсы тілегім деп айтсам болады. Сіздің мақсатыңыз көрермендердің көңіліне әсер ету дедіңіз ғой. Сіздің мынандай бір көрерменіңіз бар. Мен өзім Алматы қаласы бақытты отбасы әлеуметтік орталығының кейс-менеджермін. Яғни әлеуметтік төмен дей тұрғанмен көп балалы отбасылар, ондай отбасыда біздің елімізге, халқымызға қызмет ететін керемет мотиваторлар өсіп келе жатыр. Осы балаларды біз Қуыршақ театрға, өнерге, әлеуметтік бір мәселелерді ұмыттырып алып барамыз. Осы кезде біздерге тегін қазақ тіліндегі кино театрларға уақыт береді, өте үлкен көлемде. Сол кезде балалардың көзін жанғанын, эмоциясын көрсеңіздер, сондай бір рахмет айтамын өнер адамдарына, осы жауапкершілікті арқалап жүрген адамдарға. Енді бір ғана ұсынысым бар. Біз тек қана өкінішке орай шетелдік мультфильмдарды, шетелдік киноларды қана қазақ тілінде тамашалауға мұрсат аламыз. Бұл да бір үлкен жаңалық шығар, үлкен бір өсу шығар, бір қазіргі өту керек баспалдақтар шығар, бірақ
сіздер сияқты талантты кісілер тұрғанда біз сенеміз, өз қазақ тіліндегі, өз қазақ жігіттеріміз сомдаған, қазақ қара көздеріміз сомдаған керемет рухани идея беретін, елімізге сенетін, тарихымызды алып шығатын мамандармен сіздер жұмыс ұсынасыздар деген үлкен тілегім бар. Рахмет сізге. Рахмет. Тағы бір сұрақ болады ғой да, кешір. Рахмет үлкен. Қайырлы күн баршаңызға. Есімім Еркебұлан. Мына Юнгтон Казах Телксқа үлкен рахметімді айтам. Себебі бізде мынандай ғой Қазақстанда. 2000 қазақ отырады, 3 өзге ұлт өкілдері отырады да. Сол 2000 қазақтың көзін бадырайтып орысша тілде өтеді. Ал мен бүгін қуанып отқаным қазақ тілінде өткендігі. Бір шапалақ қойшы осыған. Үлкен рахмет ұйымдастырушыларға. Енді Сануржан, сізге сұрақ. Енді кино индустрияда бұрыннан бері жүрсіз, сізді бұрыннан бері танимыз. Менің мына көкейімдегі сауал, мына осында отқан 50 қазақтың да санасындағы сауал шығар, бірақ осында келіп сұрақ қоюға мүмкін, ұялып отыру мүмкін. Қысылады ғой мысалға, микрофоннан қорқатын қазақтар бар. Енді нақты сауал, қазіргі таңда жоғарғы касса көтеретін кинолар 3 қазақша сөйлейді, 3 сөз қазақша, 2 орысша, яғни тілді шұбарландырады. Мен бұған қатты қынжыламда. Мен айтам, таза қазақша сөйлесін, или таза орысша сөйлесін. Мысалға, кезінде Үндістан, Англияның колониясы болды ғой. Солай ғой, олардың негізгі тілі хинди тілі. Ал олар хиндише сөйлеп келе жатырып, 2 сөзі ағылшынша айтпайды ғой. Солай ма? Мысалға, кәрістер, білесіздер, кезінде Японияның отары болған. Әсер етті Японияның ықпалы. Олар мысалға кәрісше 3 сөз сөйлеп, 2 сөзді жапонша айтпайды ғой. Солай ғой. Біз неге олай жасаймыз? Сұрақ. Сонда бұның түбі кассаға жатыр ма? Ақша табу ма? Жоқ, олай емес. Лицосы жаңағы қоғамда бет әлпеті бар адамдар, олар былай-ақ касса жинайды. Жақан Отарғалиев, Нұрлан Қоянбаев ағаларымыз. Сол кісілерге үлкен өтініш, егер осы жаңағы менің сауалымды тыңдайтын болса, таза қазақша айтыңыздар киноларыңызды, немесе таза орысша айтыңыздар. Сіздерден үлкен өтініш, тілді шұбарламасаңыздар. Енді осыған сіздің пікіріңіз не айтасыз? Рахмет. Өзекті мәселе. Менің ойым мынандай. Кино дегеніміз, ол сіз айтып атқан, ол мемлекеттің нәрсесі, мемлекет жасау керек нәрсесі. Ондай киноларда жеткілікті. Мен мысалы Жақсылық деген кинода түстім. Жақсылық Үшкемпіров туралы. Ол кісі кино прокатта болды, бірақ ұзақ емес, сіздер біле бермейсіздер ондай кино жайлы. Ондай кинолар бар. Бірақ оны дұрыс жеткізе алмайды, көрермен оның барын білмейді, сол үшін болмайды. Мемлекет ретінде ондай бір нәрселер жасалуда. Көбінесе неге орыс тілін қолданады? Қазіргі уақытта біз алыс кетпедік, оның ашын қабылдау керек. Корея деп айтып жатсың, олар Жапониядан алыс кеткен халық болған. Олар болды, нақтысын қойды, өзіміздікін жасаймыз деп. Біз әлі де байланысымыз бар. Яғни кино мәдениет ретінде ол біздің қоғамның айнасы. Далаға шығып көріңіз, таза қазақша сөйлейтін адам көп емес. Орысшада сөйлейтін адамдар бар. Или кассаға байланысты ма деп айтасыз. Кассаға байланысты бар проекттер. Өйткені андай көп адамдар, бірақ олар андай жағынан емес, бізді аналар да түсінеді, мыналар да түсінеді деп емес. Олар көрерменге жақын болғысы келеді. Көрермен көбінесе сондай қазіргі жайт. Далаға шықсаң, қазақша, орысша сөйлеп жатады. Ол сондай жайт, ол тек қана киногерлердің арқасындағы нәрсе емес. Одан бөлек веб-сериалдар да бар. Неге мысалы олар қаржы жағынан ғана қараймыз десе, веб-сериалдар қазақша, орысша болып жүр қазіргі уақытта. Өйткені тура сол көрермендермен бір тіл табысқысы келеді, бірақ өзгеруде. Ол жалпы кинода емес, ол кинодан ғана, қазір мен айтып жатқандай, өзгеру деген тек қана бір жақтан ғана өзгеріс келмейді, барлық жағынан келеді. Мысалы, 3 диалогты құратын болсақ, бұл жақта киногерлер, мына жақтарда халық, мына жерде біздің мемлекетіміз бар. Сондықтан барлығымыз ақырындап өзгеріп келе жатырмыз. Мысалы, қазіргі қазақ айдентикасы, сен қорықпай микрофон алып осылай істеу керек дегеннің өзі үлкен нәрсе, да, мысалы үшін. Құдай қаласа, өзім қатты тілеймін соңға. Мен негізін ашығын айтайын, мен қазір
біраз қиналып отырмын қазақша, өйткені негізінен көбінесе орысша сөйлейтін болам. Бірақ қайта айта кетейін, жауапкершілікті алып мен қазақша сөйлеймін деп шештім. Мен де өзгеріп жатырмын, адамдар өзгеріп жатыр, барлығымыз өзгереміз. Уақыт керек, өзіміз қолдағы нәрсені істейік, болды. Көп рахмет. Тағы бір қоса кетейін. Кеше Сануржан күні бойы тауда шығып, осы сіздерге осы спичті дайындады. Сіздерге ұнады деп үміттенеміз. Саған мынандай сыйлық бүгінгі